Ертеде бір кішкентай ауылда тату-тәтті тышқандар өмір сүріпті. Олардың үйлері жылы, жайлы, күндері қызыққа толы екен. Олар астықтан дәнді дақылдар тасып, әрқайсысы өз сүйікті ісімен айналысып, күндерін қызық өткізеді екен. Бірде сол ауылға бір сотқар мысық келіпті. Бізге күтпеген қонақ келді. Құрған жеріміз осы шығар. Ол тышқандарды жиі қорқытып, мазақ қылып, олардың тыныштығын бұзатын болыпты. Мысықтың бар ермегі тышқандарды үркітіп қорқыту болыпты. Көрсе қуалай жөнеледі екен. Тышқандар мысықтан әбден мезі болып, ақылдасып отырып, мысықтан қалай құтылсақ екен деп ойласты. Біз қайтсек те бұл мысықтан құтылуымыз керек. Ол бізге тыныштық бермейді. Мысықтың мойнына мына қоңырауды ілейік. Сонда оның келе жатқанын алыстан естиміз. Тышқандар батыл болып, қоңырауды тағуға талпынды. Бірақ ешқандай тышқан бара алмайды. Сөйтіп ұйықтағанын күтеді. Бірақ бәрібір мысықтың жанына жолай алмай, амалдары таусылған күйде үйлеріне күнде көңілсіз қайтады. Бірақ тышқандар үмітін үзбей, тағы да жоспар құрады. Маған бір ой келді. Енді мысық қоңырауды өзі тағып алатындай айла ойлап таптым. Олар қоңырауды әдемі сыйлық қорабына салып, жасырын қояды. Әдеттегідей, тышқандардың мазасын алуға келген мысық сыйлықты көріп таңырқап қалады. Қорапты ашады. Ішінде қоңырау. Мысықтың қатал түрі бірден жұмсарып, қоңырауды өз мойнына тағып алады. Сол күннен бастап мысық жүрген сайын сыңғырлаған дыбыс шығып тұрады. Сөйтіп, кішкентай тышқандар ақылымен үлкен мысықты жеңеді. Міне балалар, кейде күш емес, ақыл мен тапқырлық жеңеді.